Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге жұмсақ, үлпілдек болып шығатын ірімшік қосылған тоқаштың рецептімен бөлісемін. Жасалу жолы өте оңай, 30 минут уақытыңызды ғана алады. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Арнаға тіркеліп, комментарийлер жазып кетіңіздер. Ал ендеше жасауға кірісейік. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Кейін сұйық май, қант, тұз және тез жұмыс жасайтын дрожжды салып жақсылап араластырамыз. Араласқаннан кейін жұмыртқаның ақ уызын құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнды екіге бөліп, жұмсақ қамыр илей бастаймыз. Егер қамыр қолға жабысып жатса, үстелдің үстіне біраз ұн сепсеңіз болады. Міне осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Енді дайын болған қамырымызды ыдысымызға салып, бетін жауып, 30 минутқа жылы жерге алып қоямыз. Менде Юва деген ашытқы, осы ашытқымен бұрыннан бері жұмыс істеп келе жатырмын. 30 минуттың ішінде жақсы қамыр көтеріледі. Біздің қамырымыз көтерілгенше ірімшікті салмасын дайындаймыз. Ол үшін ірімшікті ыдысқа салып аламыз. Енді үстінен қант ұнтағын салып, вилканың көмегімен жақсылап езіп шығамыз. Тоқаштың салмасы дайын. Біздің қамырымыз жылы жерде шамамен 30 минуттай тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, үлпілдек қамыр болып тұр. Үстелдің үстіне ешқандай ұн себудің қажеті жоқ. Мен осылай қамырымды үстелдің үстіне қойып, осындай сопақша форма беріп, екі бөлікке бөліп алдым. Енді қамырдың әр бөлігін кішкентай тағы бөліктерге кесіп аламыз. Менде осы құрам бойынша 10 дана шықты. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша мен сияқты үлкендеу немесе одан кішілеу бөліктерге бөлсеңіз болады. Осылай әр бөлікті домалақ қылдым. Енді қамырдың бір бөлігін алып, видеода көрсеткендей сопақша қылып, оқтаумен жаямыз. Қамырды өте қатты жұқа немесе қалың жаймаймыз. Орташа болу керек. Пышақтың көмегімен осылай қамырдың бас жағынан орын қалдырып, енді бас жағында қалған орынға біздің дайындаған салмамызды салып, жақсылап қыстырып, жауып, видеода көрсеткендей ораймыз. Дайын болған тоқаштарымызды табаға саламыз. Тоқаштарды бір-бірінен алшақ қойғаныңыз жақсы болады. Өйткені пеште біздің қамырымыз тағы да көтеріледі. Жұмыртқаның сарысына біраз сүт қосып араластырамыз. Енді осыны біздің тоқаштарымыздың үстінен жағып шығамыз. Табамызды қызып тұрған пешке 25 минутқа салып, тоқаштарымызды пісіреміз. Міне біздің тоқаштарымыз дайын болды. Иісі деген керемет, барлық ас үйді алады. Өте жұмсақ, үлпілдек болып пісіп шықты. Дүкен тоқаштарына қарағанда 10 есе артық. Дайын болған тоқаштың бетіне қалауларыңыз бойынша қант ұнтағын сепсеңіз болады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дилара.